Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді етті пирог дайындайтын боламыз. Бұл жерде ең бастысы қамырында, қамыры үлпілдек, өте жұмсақ болып шығады. Алдымен ұнға қопсытқыш және тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де үстіне тоңазытқышта немесе морозилкада тұрған майды үккіштен осылай өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай песочный тесто жасап аламыз және үстіне қаймақпен бір жұмыртқа салып, тез-тез қамыр илейміз. Менің арнамда дәл осы пирогтың шортс видеосы бар. Ол жерде бірақ мен майды бірінші салып, песочный тесто жасаған жоқпын. Бірден бөлме температурасында еріп тұрған майды, қаймақты бірден салып жібердім. Бірақ ешқандай айырмашылық жоқ, қандай екі әдіспен де жасай беруіңізге болады. Қамырды жарты сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Келесі бізде салмасын дайындаймыз. Бұл жолы мен етпен және картоппен дайындайтын боламын. Бізге жас малдың еті қажет, одан фарш жасап және картопты видеодағыдай ұсақтап тураймыз. Үстіне бір үлкендеу көлемде пияз саламыз, оны да ұсақтап турап саламыз. Дәміне қарай тұз және ұсақ қара бұрыш саламыз. Бұрыштан басқа ешқандай дәмдеуіш қоспаймын, ал егер қаласаңыз, кез келген дәмдеуішті, мысалға зираны да қосуға болады. Тоңазытқыштан қамырды аламыз және екіге бөлеміз. Бірі үлкендеу, яғни пирогымыздың астына жібереміз, ал үстіңгі бөлігін одан кішілеу етіп бөліп аламыз. Қамырымызды жаямыз. Біз қазір 30-40 протеиннің көлеміне келтіріп жайып аламыз қамырымызды және үстіне салмамызды түгел саламыз. Және біркелкі етіп жайып шығамыз. Пирогымыздың үстіңгі бөлігіне кететін қамырды да дәл солай жайып аламыз. Және де піскен мезгілде ауа жіберу үшін әрбір жерінен пышақпен тілеміз. Мінекей пирогтың үстіңгі бөлігін орнатып, жан-жағын біріктіреміз. Мінекей екі саусақтың көмегімен осылай әдемілеп өріп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыз шығады, яғни бас бармағымызбен көтеріп отырып, қамырды қайырамыз. Сонда осылай формасы келеді. Бір жұмыртқаны жарып араластырып, пирогымыздың үстіне жағамыз. Және де бетіне әдемі көріну үшін кунжут себеміз. Мен бұл жерде қара кунжут септім. Айналдыра сеуіп шығып, қызып тұрған пеште 180 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, егер каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетуіңізді сұраймын. Менің каналымда өте көптеген рецепттер жаңадан шығып тұрады. Ас болсын.